Болса ханым бір нәрсені түсінбей отырмын да, барлығы дұрыс, я үміткер қабылдап отыр деген сияқты. Бірақ та бір гештальттар не болып отыр деймін да, менше енді бір екі кісінің арасындағы мен бір байқап жүрген бір химияны, сондай бір андай искраны байқап жүрмін да. И сол себепті де енді менің ағам расымен де бір үміткер күтуге дайын ба деген менде бір ішімде сұрақ бар да. Сол сұрақты өзіне де қоя кетсем, және де енді Арунаның тарапынан да қарай бір ағам жағыма бір жылулық байқалады. Негізі расымен де байқалады ол нәрсе. Балауса хан байқамайын десең де байқақ боласың ол нәрсені. Сол жақ қалай болып отыр негізі екеуіңізде? Қанша гештальт қалды негізі? Байқақшы екенсіздер. Айта кетейінші, Балауса ханым, Нұрсұлтан айтса қалып айтпайды дейді ғой. Негізі ше, енді ағасы қасында жүреді, сыр бөліседі бір-бірімен деген сияқты. Жаңа да қайта Аруна деп Аруна сөйлеген сайын жақта поддерживать етіп отыр да. Соған қарағанда енді байқағанымыз бойынша Садәулет пен Арунаның арасында бір нәрсе бар сияқты. Бірақ мына жерде енді Садәулет қадамын жасамаған кейін енді Арунаға жүгіріп барып қыз болып бірінші қадам жасамайды ғой. Сондықтан да әзір көңіл күйі түсіп қалған себебі де сол деп ойлаймын. Садәулет шамалы ойланып, одан кейін Перизат осындай керемет әдемі қыз келіп отыр, сіздің үмітіңіз ақталмай қала ма деп сол шамалы. Жоқ, ол жақта енді үміт ақталмай қалғанда емес енді. Үміткері бар, я ұмытып кетпейік. Я просто үміт ақталмай қалғанда емес енді, жай ғана сол не болып отыр, қанша гештальт бар деген сұрақ бар да менде әлі. Қай уақытқа дейін жалғасады ол деген сияқты сұрақ. Ол екеуі қосылмай гештальт жабылмайды ғой. Енді Шолпан тоқтап тұрсай жауап берсін да, екі кісіге сұрақ қойдым ғой мен. Дұрыс қой, гештальт деген ол жабылмай қойылмайтын нәрсе ғой негізі. Енді Шолпан жауап берсін, ағам айналайын, алшы микрофон, жауап беріңізші.